Ошондон бір кезінде көрмеді деме аруақ. Көріп тұрған тылсымнан мен аруақ семпенде ортамызда бір перде 7 қабат жер астынан тіл қатып бір келгенде өзіне берер сыйым бар 7 күннің ішінде қиналмас бір боларсың. Құдай Алладан тілегін қабыл болып жатқанын айтып бір мен кетейін. Алдымен осы әруақ сөзінің мағынасын ашып алайық. Әруақ араб сөзі түбірі рух, яғни жан деген мағынаны білдіреді. Жанның жеке түрі рух, ал көпше түрі әруақ деп аталады. Сонда әруақ қазақшаға жандар болып аударылады. Демек, әруақ деген сөзіміздің өзінде бір шикілік бар екені осыдан ақ көрініп тұр. Амал нешік? Біздің қазақ халқының бір бөлігі әруаққа сыйынып, молаларға табынуын әлі де қояр емес. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген қағиданың бүгінге дейін өз күшінде қалуы діни сауатымыздың төмендігін көрсетеді. Қазіргі таңда елімізде қабірден қабір қоймай аралап, әулие әмбиелерге мінәжат қылып, медет тілеушілердің дәуірі жүріп ақ тұр. Бақытсыздыққа ұшыраушылардың барар жері басар тауы әулиенің басы, бейіттің тасы екені өкінішті ақ. Олар өлген адамдардан өзіне керегін, мәселен ұлсыздар ұл, қызсыздар қыз, біреулер жолының ашылуын, біреулер дертіне шипа тілейді. Жаратқан Аллаға емес, жаратылғанға жалбарынады. Сөйтіп тірілер өлгенге емес, өлілер тірілерге мұқтаж екенін ұмыта береді. Алладан бір перзент сұрап келдім. Мен рахым сұрап бір перзентке зар болып отыр. Алладан бір перзент берсеңіз деп сұрап келдім. Ешбір ұрғашы Алланың білімінен тыс жүкті болмайды да тумайды. Алланың кітабында жазылған өмір ұзартылмайды да қысқартылмайды. Әрине бұл Аллаға оңай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабір аралағыш әйелдерге, қабірлерді мешіт қылып алғандарға және қабірді күн көру көзіне айландырғандарға лағнет айтқаны Абдулла ибн Аббастан келген хадистен белгілі. Сөйте тұра олардың мұндай әрекеттерге баруына қандай себеп болды екен? Содан мен үйімді орда қылып ашты. Жаңа жерде адам тасысын Түркістанға, мен оның бәріне шынында сендім. Содан мен қорқып, жарайды деп бір рет Түркістанға барып келгенде уже қаншама ақша былай түскенін есептедім. Өзімде көзім ашық, оқыған, өзім қазір оқуым, студентпін, күйеуімді үлкен қызметкер болып істейді. Бұл жолды қарап тұрсақ, мен сразу түсіндім, қойына жолдан болмайды. Содан олар маған айта бастапты, неше сөздер болды, өледі бұл, операцияға түседі бұл деп сөйтті. Операцияға, конечно, өледі дегеннен кейін мен шошынып операцияға түстім жаңағы жерде. Содан операцияның ештеңе жоқ, міне қанша жыл өтті, жақсы болдым. Құдайға тәуба, бала шағамның ортасында күліп ойнап жүрмін. Алланың жолы емес бұл. Бұл өзінің адамды шатастыру жолы болды да болған. Біз үйден 5 адам барып келдік Түркістанға. Сонда қаншама ақшалар түсті жаңағы қолдарына, оның бәрін жолдан қаншама қой сойылды, қаншама бензин құйылды, оның бәрін есептедік. Менің жолдасым барып есептеп келді. Бірақ қаншама ақша түсті ана жерде. Сол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Енді олар өздері біледі, бірақ мен оның бәрін есептеп жолға салып қойдым ол ақшаларды қайда кеткендерін. Бірақ ол бәрі адамның алдап жеген ақшасы, бұның бәрі бір ортаға түсіп жатыр. Шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады, олардың көбі өтірікші. Әулие аралайтын ханымдар бар, басқа да ер кісілер бар, әйтеуір көбінше жаңағы ханымдар келеді. Жаңағы суреттерден көрдіңіздер, мысалы үшін мыналардың барлығы әулие аралап келе жатыр. Түскен суреттер біреуінің үстінде бірде-бір лыпасы жоқ. Ол суреттерді оның үстінде үлкен кісі емес, үлкен кісілерді балалар түсірген, өздерінің балалары. Ішінде ешқандай несі жоқ. Бірде-бір іш киімі жоқ, несі жоқ. Суға шомылып жатқан кісілер. Ал енді бұлардың ең сұмдық нәрсесі, бұл жаңағы қолдан жасаған әулиелік. Қолдан жасаған дейтініміз, менде бір-екі жайттар болды. Осы мына пленканы әулие жерлерді түсіріп келеді да. Мына пленкада мен кадрларды құртып жіберуімді талап етеді. Оны біз кейін түсініп жатырмыз. Ол не үшін ол сөйтсек жаңағы мына пленкадағы түсірілген кадрлар уже түсіретін кезде бұл жерде түсіруге болмайды. Пленка күйіп кетеді деп қасындағы кісілерге түсінік береді екен. Содан енді түсіріліп келген пленка мысалы үшін енді күйген жоқ қой, бәрі
аман есен сол қалпында шықты. Шыққаннан кейін енді ол кісіге дәлел болу үшін мына пленканы қайткен күнде де сол кадрды өшіру керек. Сонда ол кісі дем арасында әулие болып шыға келеді. Жалпы алғанда дініміз ислам сәуегейліктің ешбір түрін қолдамайды. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер біреу көріпкел немесе балшыға барып оның болжағанына иланатын болса, онда ол Мұхаммедке түсірілген нәрсеге күпірлік еткен болады деген екен. Бақсы балгерлерге барып сәуегейліктеріне сену, оларға құлшылық ету болып табылады. Яғни бұл да Аллаға серік қосу. Бір қауіптісі, көптеген бақсылармен көріпкелдер исламның атын жамылып жұмыс жүргізеді. Оларға дініміздің түбегейлі қарсы екенін елдің бәрі түсіне бермейді. Көріпкелдігі бар осы бәрін айтып отырады. Сен қай жылы қандай оқиға болды, сенде үйіңде қандай нелер бар, қандай жағдайлар болды, арақты қашан іштің, қашан тастадың, соның бәрін айтады. Ата-бабалармен өзіңіздің ата-бабаларыңызбен сөйлестіреді ғой сонда негізі. Әр аталардың басына келіп, әр кісіне, әр ата батасын береді өздеріне. Қалай береді сонда ол кісілер? Енді мынау көріпкелдер бар ғой ішінде, солар арқылы сөйлеседі, ана аталардың аруақтарымен. Сол кісілер арқылы сөйлесе ме сізбен? Сол кісілер арқылы ата-бабалармен сөйлесіп, сол кісілердің айтқан нелерінің барлығын ана көріпкел кісілер айтып беріп отырады. Майсыз мынау қазанда қуырып атқан жайым бір, айтып мен бір кетейін, тек тұрмас болып келгенде, қаншама мынау өзіңнің сынағың тұрған алдыңда, қайназарда атаңда, қысып мынау шекеден, белгісі мынау бері бір жатқанда, қабыл ал деп өзіңе, төгіп өтсем ақбата, ұрпақтың баласы, ата жолы, бақ жолы, қазағымның еліне, қол бақ болып мынау қонып жатқанда, қаншама мынау әруағың, тысымнан үн қатып мынау жатқанда, шалыспаспай өзіңде, қадамыңды нықтап басып. Көместің кілттері оның Алланың жәнінде. Оны ол өзі ғана біледі делінген қасиетті Құранда. Ал мына елдің бәрі сол сәуегейлердің жетегінде жүр. Құдайдың емес құлқынның құлы болып кеткен бақсы балгерлер аздаған пайда үшін адамдарды тура жолдан тайдырады. Олардың басқарушылары әруақ атын жамылған жын шайтандар. Ақжолдық әулие аралағыштардың шайтан жындармен байланысқа түсетіндерін аққу сұңқарлар деп атайды. Аллаға шүкір, бүгін жақсы болып ұйықтап, 3 күн шомылмайсыздар. Ем жүреді 3 күн. Бойларыңызға ем жүреді. Алла қаласа әлі жақсы боламыз бәріміз. Аталар жүреккенге не сізге жауап береміз соны. Аталардың айтқан аманатын, егер біз оны жеткізбесек, аманаттан арқылаған өте қиын болады. Керуен жүк арқылағанмен бір болады дейді ғой. Аманатты жеткізу біздіңгі парыз. Аталар бізге жүрекке енген кезімізде өзімізді жаңағы сүйінбайды, Арыстан бабата, бабаларымыз тағы да тектұрмас аталар, сол сияқты бабаларымыз жүрекке енген кезінде біз өзімізге ем жүреді, сіздерге ем жүргізеді. Батаменен ел көгірі, жауынменен жер көгірер дейді. Батаменен сіздерге көгіртіп, жақсылық келеді. Аталар сіздерге жеткіземайды. Жаңағы енді алдағы қателіктер жасамасын деп сіздерге бізді себеп шығып жіберіп отыр. Қазір адамдарды Алланың мейірімінен алыстатып, ашуына ұшыратып, бұл дүниедегі әулие аралауға кеткен материалдық шығынын былай қойғанда, ақыретте де тозаққа тасталуына себепкер болатын ауыр күнәлар жасатып жатқан осындай ордалар жерлерде бой көрсетуде. Үйде қалған бір танам бар еді, соны апарып 15 мыңға саттым, жол пулы бәрі 15 мыңнан алып келесіңдер деді. Сол жалғыз танам қалса да сол шындық ақиқат жолын іздеп, соны саттымдағы жаңа топқа бардым. Топқа барып, солармен бірге Түркістанға бардық. Сол жерде әр аталар сөйлеп, сол жаңағы шырақ жақып, сондай аталардың сөзін алып беріп жатты. Сонда бір неткенім, о жердегі Алла жолы деп нағылса, олардың ешқайсының ішінде ешкім намаз оқып жатпады. Ертеден кешке дейін жол жүрдік, 3 тәулік жүрдік, әр жақты аралап, сонда ешқайсы жаңағыдай намазға жығылып, намаз оқып жатпады. Сол мені таңғалдырып отырды да, сұрақ қойып айтқанымда, көп нәрсені сұрапқа айтуға болмайды, ондай сұрақтарыңды қоймаңдар деп бізге сондай нетіп отырды. Сол кезден бастап, сол түннен бастап десем болады, сол мен ана әруақпын, мен мына әруақпын деп, Айша бибі анаңмын деп келіп айғайлап түн ортасында сондай мен қинап жатты. Оның әрқайсысын
солардың сөзін тыңдарым жоқ әлде басқа нелерімді білмей жаңа ордаға қайтайланып барып айтып совет сұрадым да, ақыл сұрап, бұл қалай мындай болып жатыр, сен осылай сөйлеуің керек, сен әруақтың сөзін алуың керек деп, жаңағы ол кісі одан арма мені жұлып, сен нелеріңді кетірем деп. Солай неғып жатты. Содан сол шырақтарға, әр кезде шырақтарға сәрсенбі күндері барып жүрдік. Мен тағы да Түркістанға баруым керек болып жатты. Сөйтіп тағы да бардым. Барып, ол жаққа барғанда сен сөйлеуің керек, топ алып жүруің керек деп солай әр ата солай сөйлеп жатты. Содан солай әр бейіттің басына барып сөйтіп жүрдік. Одан түстерімде жаңадай мені қинап, тұншықтырып, лақтырып жіберіп, сөйтіп сондай нәрселер болып жатты. Содан жаңағы жолдасымды айтты, сен бұдан жақсы болмақ түгіл, бұрынғыдан нашар болып кеттің. Қазір түн ортасында тұрып айғайлайсың, үйден шығасың, жылайсың, айтқанымды орындамайсың дейсің, сені бұдан да арман жаман болып кеттің. Қой бұл жолды десе де тыңдамадым. Содан бастап әйтеуір күннен күнге жаңағы әруақ болып көріне бастады. Көрінгенде толық бейнесі көрінбейді, сондай сурет бейнесі кеп көрінеді. Солай мен арыстанбаппын, мен Қожа Ахмет Яссауимын деп жаңағыдай келіп, сен осындай қыл, сен тауға бар, сен ту тік, сондай нәрселерді. Содан сөйтіп жүрдік. Сол не айтса соның айтқанын орындап, соны отбасымда берекетім қашып кетті. 3 балам бар еді, 3 баламның 3-і де жылайды жаңағы. Мама, сізге не болды? Сіз өзіңіз отырып сөйлей бересіз дейді. А мен байқалмай қалам. Үйде отырып сөйлегенімді білмей қалам да. Кейіннен көршілердің бәрі солай не қылды да, сізге не болды? Сізге кіреміз, кірсек сіз өзіңіз сөйлеп отырасыз. Қорқып кетеміз, жаныңызда ешкім жоқ, шығып кетеміз деп жаңағы көршілер де келіп солай нетіп жатты. Бірақ өзім сезінбедім. Сонышы, сөйлеп кеткенімді, сөйтіп кеткенім, сөйте сол топ алып жүріп кеттім. Топта алып жүріп, жаңағыларша сол сөйлеп кеттім. Сөйлегенде осы дене қалпым бәрі өзім